қайырлыдан YouTube каналдың көрермендері. Жолға шықтым Ақтау қаласына. Өмірімде бірінші рет бара жатырмын. Аралдан 7-де шықтық таңғы. Маңғышлақ пойызы, көбісі Маңғышлақ десе қорқып шошитын еді. Көне вагон, лас деп, бірақ вагондар таза, жаңарған розеткілері бар. Бастылардың бірі свет, ондай жаман нәрсе көріп тұрған жоқ. Сол себепті жол жақсы болатын сияқты. Енді қалған Ақтауда оралып көреміз. Бір ұйықтап тұрдым. Қасыма ешкім келмеген екен. Көптен бері ұзаққа шығып тұрмын пойызбен. Келіншегіме тамақ салдырып, тамақ болғанда баяғыдай картошка астырып, жұмыртқа, сосын папам копченый балық салып жіберіпті, бірге қосып жеуге. Тек тұз тастап кеткен екен. Болады. Дала деген күшті. Сіздер көрінбей жатыр ма? Қар қалың екен бірақ. Мен Маңғыстаудан түстім таңғы 6-да. Бізде Аралдан сағат 7-де шықтық. Жалпы Аралға пойыз ыңғайсыз уақытта келеді, ыңғайсыз уақытта кетеді. Сонда көбісі деймін. Енді мына жаққа келдім. Күтіп алатын бала андай болады ғой, бір мезгілсіз уақытта келгенде хабарласасың, ондаған кезде даусын салып жолдамын деп айта салатындар бар емес пе? Міне соның қатарындағы балам бар. 5 минут кешіктім. Машина қыздырып жатырмын. 6 минут. 3 будильникке тұрмай қалдым. 5:47. Мына жақта енді Маңғыстаудың вокзалында тұрып, бір райондарды айтып жатыр екен, қалаға деп жатыр екен. Қала алыстау екен ғой, сөйтсем мен білмейді екен бұл. Вокзалын осы жерден түсемін, сразу Ақтау деп ойлап отырмын. Сөйтсем бұл баланың үйі вокзал жақын екен ғой. Ал көреміз әршен қалай болады. Түскі асқа келдік. Қасымда жігіт бағана айтып өткен шығармын. Танысыңдар, қай жылдың чемпионы, есімі кім? Және қандай әзіл ойнады, соны жазып жіберіңдер. Ақтауда негізінде көбінесе шайға қатты мән береді екен. Бұл жақтың шайы сөктің дәмі шығын, кәдімгі әдемі дәмді болып тұр екен арасында. Сол себепті Ақтауға келіп шайдың түр-түрін ішуге болады екен. Біз әлі аралап жүрміз. Мына жерде шағалы аққулар бар екен. Барлығы осы жерге жиналады екен ғой. Керемет көрініс. Орышан ма? Каспий. Ана жақта порт. Бұлай сосын жағалай гостиница салып тастаған. Бұлай жағалай салынып жатыр. Қатарында ресторан, кафе барлығы бар. Күн жылы. Мына жерде балықтар. Мына жерде тамақтануға болады. Кафе. Мына қызыл балық қой да? Или сазан ба? Жігіттер Каспийдің әкеліп көрсетіп жатыр. Хорошо, қазір барамыз. Каспийді көрсетіп жатыр, бірінші рет келуім. Керемет екен. Каспиян қандай? Сонда бір гостиница екен. Сол жерде тұрып, мына жақта жақсы көрінеді екен енді. Қасында ана жігіттер. Төкең, алғаш рет. Каспий. Тұрғаннан кейін енді барлығы сорпа шектеді, бірақ осы жақтың жігіті мына жерде чикинге. Сосын фастфудқа. Мына жігіттер бізде ұйқыдан тұрғаннан кейін фастфуд бізге ауыр дейді. Өте ауыр екен, сорпадан бастау керек екен бұл жігіттер.
кезінде бірақ басқа нәрсемен бастап жүрген жігіттер ғой. Именно бүгін сорпадан бастау керек екен, бірақ енді көндірдім. Қазір фастфуд жейміз. Қасық деген фастфуд бар екен, Ақтауда. Соған келіп жатырмыз. Бұл жақтың чикенін көреміз қазір. Бұл жарнама емес. Бұл қонақжайлық шақыртып жатыр. Осы жерден бастап жатыр. Бір ұйықтап тұрдық. Ақтаудың көшелерін аралап жүрміз. Міне мына жігіттер қасында. Мына жігіттер танысыңдар, есімдері кім және қандай командада ойнайды. Кәне бәріміз бірге. Жаздар. Балалар, кәне. Да, ар жағында теңіз екен. Сәл. Тапқан адам ғой. 7 миллион берем десек. Комментариймен жазамыз, қандай команда ойнайды және бұл жігіттердің есімдері кім. Ақтауда әрі қарай тағы да аралаймыз. Қандай қызықтар бар. Ақтау қаласында 2-ші күн. Тағы да кішкене шаршап түске дейін ұйықтадық. Мына жерде Айдын деген кафеге келіп жатыр. Бұл жақта енді балық деп әртүрлі бар мынаға. Ағырас. Ар жақта бұлттар кәдімгі тау сияқты болып тұр екен. Әдемі. Мына баланы танисыздар ма? Бұл баланы танысаңыздар, комментариймен жазыңыздар. Есімі кім, қандай команда және қандай әзіл ойнады. Жаңа айтып өткен кафеден кейін төмен қарай түскен мынандай көрініс бар, әдемі. Таңертең жүгіруге болады, серуендеуге болады. Мына судың дауысы керемет болып тұр кәдімгідей. Бұлттар тау сияқты болып тұр. Шегі жоқ қой. Кезінде теңіз мына жерге дейін келді дейді, негізінде толқынмен осы есеп салған, ұрған, қалған, тартылып кішкене сәл.